Баршаңызға сәлем. Бүгін 95-ші сабақтың есептерін орындаймыз. Сабақтың тақырыбы қорытындылау пікір. Бұл сабақта математикалық мазмұндағы өз пікіріңді құрастырып, олардың ақиқаттығын және жалғандығын анықтаймыз. Бірінші есеп: балалардың түс бағдарларының түсі алуан түрлі. Қызғылт, сары, қызыл және көк. Балалардың айтқан пікірлері жалған болса, кімде қандай түс бағдар екендігін анықта. Түс бағдар дегеніміз бұл балалар компас. Міне суреті берілген, мына жерде көрініп тұр. Ендеше бірінші баланың, мына қыздың пікірін тыңдайық. Менің түс бағдарым қызғылт сары дейді. Ендеше бұныкі қызғылт сары емес. Өйткені бұл үшеуі де жалған айтып тұр, яғни өтірік айтып тұр. Екіншісі: менің түс бағдарым көк дейді. Демек баланыкі көк емес. Үшінші: менің түс бағдарым қызғылт сары емес дейді. Бұл да жалған айтып тұр. Демек, менің түс бағдарым қызғылт сары емес десе, ендеше бұныкі қызғылт сары. Қыздыкі. Ендеше қыздыкі қызғылт сары болса, бізде енді көк түспенен қызыл түс қалды. Ал мына бала менің түс бағдарым көк түс деп тұр ғой. Ендеше бұныкі өтірік болса, онда бұныкі қызыл түс. Ал бірінші тұрған қыздыкі, ендеше өзі бізде тек бір ғана түс қалды, бұл көк. Тіптерге осылайша жазып қоямыз. Біріншісі көк түс бағдар, екіншісі қызыл түс бағдар, үшіншісі қызғылт сары түс бағдар. Екінші есеп: тапсырманы орында. Суреттегі барлық фигуралар тік төртбұрыш. Қалай ойлайсың, бұл сөзді айтқан кім? Шыншыл ма, әлде өтірікші ме? Демек, мына жердегі фигуралар төртбұрыштар, бірақ барлығы бірдей тік төртбұрыш емес. Ендеше бұл өтірік айтып тұр. Ендеше бұны өтірікші айтып тұр. Эйлер дөңгелегін дәптеріңе сал. Эйлер дөңгелегіне нысандар жиынын белгіле. Демек, Эйлер дөңгелегі берілген. Міне бұл төртбұрыштар жиынында тік төртбұрыштар және шаршылар бар екен. Эйлер дөңгелектердің неліктен бұлай орналасқанын түсіндір. Демек, біз мына жердегі берген фигураларды мына Эйлер дөңгелегіне саламыз. Бірінші шаршылардан бастайық. Шаршылар бұл жерде үшеу екен. Бір жасыл, екі көк шаршы бар. Одан кейін тік төртбұрыштар. Тік төртбұрыштар бұл жерде бір көк және бір жасыл тік төртбұрыш бар екен. Екеу екен. Оны да мына жерге жазып қоямыз. Қызғылт түске Эйлер дөңгелегіне. Ал енді төртбұрыштарға қалғандарын салып қоямыз. Мына жердегі параллелограмм, трапеция, ромб сияқты берілген мына төрт сызбадағыны біз осы жерге сызып қоямыз. Бірақ негізі мына төртбұрыштардың барлығы, мына тік төртбұрыштарда, шаршыларда төртбұрыштарға кіреді. Тіптерге орындаймыз. Бірінші сұрақты жазып қоямыз. Оған жауапты, яғни суреттегі барлық фигуралар тік төртбұрыш деген бұл жалған. Бұл сөзді өтірікші айтқан. Енді Эйлер дөңгелегін сызып, төртбұрыштардың керекті фигураларды жайғастырып сызып қойдық. Және бұдан мынадай қорытындыға келеміз. Фигуралардың барлығы төртбұрыштар, яғни барлығының төртбұрышы бар. Шаршылардың да, тік төртбұрыштарының да, және мына төртбұрыштарында барлығы төртбұрышқа кіреді. Екінші, кез келген төртбұрыш тік төртбұрыш пен шаршы бола алмайды. Өйткені мыналардың бұрыштары тік бола алмайды, немесе қабырғалар барлығы тең бола алмайды шаршы болу үшін. Одан кейін кез келген тік төртбұрыш шаршы бола алмайды. Өйткені оның барлық қабырғасы тең болуы мүмкін емес. Үшінші есеп: көшіріп жаз. Жалған ж және ақиқат а пікірлерді анықта. Түс бағдар жол сілтеуші, яғни компас жол сілтеуші, жолдың бағытын көрсетіп тұрады. Ендеше бұл ақиқат пікір. 10 саны 3-ке қалдықсыз бөлінеді. Бұл жалған пікір, өйткені 10 саны 3-ке қалдықсыз бөлінбейді, қалдықпен бөлінеді. Жалған пікір бұл. Құмырсқа илеу ағаштың оңтүстік жағында орналасады. Бұл ақиқат пікір. Ағаштың солтүстік жағында мүк көп. Бұл да ақиқат пікір. Бізде қазір математика сабағы емес, бұл жалған пікір, өйткені біз математика өтіп жатырмыз. Сендер 4-ші сынып оқушыларысыңдар, бұл ақиқат пікір. Арқа қоржын туристің сөмкесі дейді. Арқа қоржын рюкзак, бұл ақиқат пікір. Күн батыстан шығады дейді. Бұл жалған пікір. Күн шығыстан шығады.
Тептерге осылай жазып қоямыз. Бұл жерде А деген ақиқатты, Ж деген жалған пікірді білдіреді. Төртінші есеп, сурет және мәтін бойынша ақиқат және жалған пікірлер құрастыр. Жұлдыздар бойынша бағдарлау. Темірқазық жұлдызы үнемі солтүстіктен көрінеді. Темірқазық жұлдызы тұр. Егер оған қарап тұратын болсаң, алдыңғы жағың солтүстік болады. Міне қарап тұрғасын, алдыңғы жағың солтүстік болып тұр екен. Осы жағымыз солтүстік. Біз темірқазық қайда орналасса, соған қарап тұрсақ, бұл солтүстік екен. Жеті қарақшының шеткі екі жұлдызы арқылы ойша түзу сызық жүргізіп, оған міне жеті қарақшы жұлдызы тұр. Шеткі екі жұлдыз арқылы ара қашықтығына, енді осылардың арасына тең 5 кесінді қой дейді. Міне 1, 2, 3, 4, 5 кесінді қойдық шеткі екі жұлдызына. Сонда 5-ші кесіндінің соңында темірқазық жұлдызы орналасады дейді. Міне. Енді біз осы сурет және мәтін бойынша ақиқат және жалған пікірлер дәптерге орындаймыз. Бірінші жалған пікір құрастырамыз. Бірінші, темірқазық жұлдызы үнемі оңтүстіктен көрінеді дейді. Бұл жалған пікір, өйткені кітапта қазіргіні оқыдық, солтүстіктен көрінеді дедік. Екінші, темірқазық жұлдызына қарасаң, алдыңғы жағың солтүстік болады дейді. Бұл ақиқат пікір. Үшінші, жеті қарақшының шеткі екі жұлдызы арқылы темірқазық жұлдызының орналасуын таба аламыз. Бұл ақиқат пікір. Бесінші есеп, сызба бойынша есеп құрастырып, оны шығар дейді. Сызбада көрсек, бірінші автокөлік және жеңіл машине. Енді қарап отырсақ, екеуі бір нүктеден, бір жерден бір бағытта қозғалыпты. Автокөліктің жылдамдығы 70 км сағат, ал машиненің жылдамдығы 100 км сағат екен. Енді мына жерде қашан олардың ара қашықтығы 90 км болады дейді. Яғни неше сағаттан кейін. Байқап отырсақ, екеуінің жылдамдығы әртүрлі ғой. Машиненің жылдамдығы 100 км, ал автокөліктікі 70 км сағат. Бұл жерде өз-өзімізден белгілі, машиненің жылдамдығы автокөліктікінен артық екен, 30 км сағатқа артық екен. Ендеше ол озып кетеді. Қанша уақыттан кейін озып, 90 км артық жол жүреді. Міне соны табуымыз керек. Дәптерге орындаймыз. Автокөліктің жылдамдығы 70 км сағат, жеңіл машиненің жылдамдығы 100 км сағат екен. Енді екеуінің ара қашықтығы қашан 90 км болады дейді. Яғни машине автокөлікті озып кетеді ғой. Автокөлік одан 90 км артта қалып кетеді. Ал анау озып кетеді. Сонда олардың ара қашықтығы қашан 90 км болады деп тұр. Ол қанша уақыттан кейін, демек уақытты табуымыз керек. Бірінші, қашықтау жылдамдығын тауып аламыз. Ол үшін машиненің жылдамдығынан автокөліктің жылдамдығын азайтамыз. Бұл 30 км сағат болады. Енді уақытты табу үшін S-ті қашықтық жылдамдығына бөлеміз. Яғни 90-ды 30-ға бөлсек 3 шығады. Демек жауабы олардың ара қашықтығы 3 сағаттан кейін 90 км болады. Алтыншы есеп, әріптердің қандай мәнінде теңдік дұрыс болады? Демек бізге мынадай өрнектер берілген. Z қосу Z тең Z дейді. Қашан Z-ке тең болады деп тұр. Ендеше Z-тің мәні 0-ге тең болғанда ғана. Егер 1-ді қоятынсақ, 1-ге 1-ді қоссақ 2 болып кетеді. Яғни Z басқа сан шығып кетеді. Ал бұл жерде тек қана Z 0-ге тең болғанда 0-ге тең болады екен. Дәптерге орындап қойдық. Z 0-ге тең болғанда өрнектің мәні, яғни теңдік дұрыс болады. Ал мына жерде S пен S-ті көбейтсек S шықты дейді. Бұл жерде S 0-ге немесе 1-ге тең болуы мүмкін. Яғни 0-ді 0-ге көбейтсек 0 болады. Немесе 1-ді 1-ге көбейтсек 1 болады. Одан кейін D мен 0-дің көбейтіндісі 0-ге тең дейді. D бұл жерде кез келген сан болуы мүмкін. Өйткені кез келген санның 0-ге көбейтіндісі 0-ге тең болады. Одан кейін 1235-ті S-ға көбейтсек S келіп шығу керек екен. Бұл жерде S 0-ге тең деп білеміз. Өйткені кез келген санды 0-ге көбейтсек 0 шығады дедік. Сондықтан мына жерде теңдіктің мәні 0-ге тең болып тұр. Ендеше S да 0-ге тең. Яғни 1235-ті 0-ге көбейтсек 0-ге тең.
Одан кейінгісі 728 пен k-ның көбейтіндісі k-ға тең дейді. Бұл да дәл солай. K-ның мәні 0-ге тең болғанда теңдік дұрыс болады. Яғни 728-ді 0-ге көбейтсек 0-ге тең. 987.540-ты f-ге бөлетін болсақ, бұл 987.540 келіп шығу керек екен. Ендеше қашан бөлінгіштің өзі шығады? Яғни бөлгіш 1-ге тең болғанда, яғни f 1-ге тең болғанда. Мұны бөліп жазып қойдық. 987.540-ты 1-ге бөлсек 987.540-қа тең. Одан кейін m мен 458-дің көбейтіндісі 458 пен n-ның көбейтіндісіне тең. Яғни бұл жерде көбейткіштердің орны ауысып келген. Көбейткіштердің орны ауысқанмен көбейтіндінің мәні өзгермейді, демек n кез келген сан болуы мүмкін. Одан кейін 123.456-ның m-ге көбейтіндісі 0-ге тең екен, демек бұл тек m 0-ге тең болғанда ғана осындай теңдігіміз 0-ге тең болады. Осылай жазып қойдық. Одан кейінгісі 2 мен b-ның көбейтіндісі b мен 4586-ның қосындысына тең екен. Яғни 4586-ға 4586-ны көбейтетін болсақ, қосатын болсақ, бұны 4586-ны 2-ге көбейтіп те анықтасақ болады. Ендеше бұл жерде b 4586-ға тең. Яғни есептеп жазып қойдық. 2-ні 4586-ға көбейтсек 9172, 4586-ға 4586-ны қоссақ та 9172-ге тең. 7-ші есеп. 4 папкада белгілі бір жердің планы жатыр. Олар облыс, қала, аудан және ауыл. Папкалардың сыртындағы жазбалар дұрыс. Олардың әрқайсында қандай план жатыр? Ендеше мына жерде ең жазуы көбінен бастайық. Бұл ауылда емес, қалада емес, облыста емес депті. Ендеше бұл жерде біреу ғана қалып тұр. Бір ғана нұсқа, ол аудан. Демек бұл ауданның папкасы. Одан кейін қалада емес, ауылда емес, үшіншіні көреміз. Бұл қалада емес, ауылда емес болса, аудан кеткен, демек бұл облыстың папкасы. Енді одан кейінгісі біріншіні көреміз. Қалада емес, ауданда емес дейді. Ендеше бұл бізде облыс, аудан кеткен. Бұл ауылдың папкасы болады. Ал одан кейінгісі аудан емес дейді. Ендеше бізде бір ғана нұсқа қалып тұр. Бұл қала. Демек, екіншісі қаланың папкасы. Дәптерге осылай жауабын жазып қоямыз. Бірінші папка ауыл, екінші папка қала, үшінші папка облыс, төртінші папка аудан. Ауданның планын екен. 8-ші есеп. В фигурасы туралы дұрыс пікірді таңда және оларды жаз. Б фигурасы дөңгелек емес. Б фигурасы тік төртбұрыш. Б фигурасы шаршы. Б фигурасы С фигурасынан кіші. В фигурасы бесбұрыш. Бұл жерде В фигурасы бізде шаршы болып тұр, көрген болсақ. Демек, енді біз мына жерден өзімізге дұрыс пікірді таңдап аламыз. Дәптерге берілген пікірлерді жазып, олардың дұрыс пікірлерін жазып қойдық. В фигурасы дөңгелек емес, ақиқат. В фигурасы тік төртбұрыш дегенімізде ақиқат. В фигурасы шаршы дегенімізде ақиқат. Ал В фигурасы С фигурасынан кіші дегеніміз жалған. В фигурасы бесбұрыш дегенімізде жалған. Бұл жерде мен ақиқат пікірді, яғни дұрыс пікірдің астын сызып қойдым. Осымен бүгінгі 95-ші сабақтың барлық есептері орындалды. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.